Танымал адвокат әйеліне ерегісемін деп шатырда өмір сүріп, қоқыс қалдығымен тамақтанады. Баршаңызға сәлем. Бүгін біз барлығына Жанат кінәлі фильміне шолу жасайтын боламыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Шынайы оқиғаға негізделген бұл фильм Нью-Йорктың адам толы көшесінен бастау алады. Говард Уэйкфилд жұртпен жағаласып үйіне асығып барады. Ол дүкеннен суын алып вокзалға келеді. Өзінің пойызына отырып үйіне жол тартады. Жолай пойыз тоқтап қалып, ішіндегі жарық өшеді. Ел жұрттың бәрі үй ішіне дереу хабарласып жатса, Говард керісінше келіншегінің қоңырауын алмайды. Дауылдың салдарынан әзірге жарықты қалпына келтіру мүмкін болмайды. Сол себепті жұмысшылар жолаушыларды бекетке шығарып салады. Говард қараңғылатып, жаяу үйіне қарай бет алады. Үй айналасында гараж жанында Жанатты көреді. Оны барынша қууға тырысқанымен жануар гараждың ішіне қарай кіріп кетеді. Говард оның ізінен еріп, табалдырық арқылы шатырға көтеріледі. Ол шатырдың терезесінен айналаны тамашалап, жарық жанғаннан кейін өз отбасын бақылайды. Әйелі оған қайта-қайта хабарласады, алайда ол тұтқаны алмайды. Екеуінің соңғы ұрысы есіне түсіп, татуласу үшін жақындасқан екеуі қайтадан осы жақындық үшін ұрысып қалған болатын. Күйеуі кешкі асқа келмегесін Диана оны күтпей, оның тамағын қоқысқа лақтырып тастайды. Говард ақыр соңында кресло тауып алып, сол жерде түнді өткізеді. Таңертең далаға шығып, шөп арасында дәретін сіңдіріп, үйіне келеді. Ол есік алдында тұрып, кеше не үшін үйге қонбағанымды қалай түсіндірсем болады? Шатырда қонғаныма сене ме? Деп ойланып, есіне ашуланған әйелінің оның тамағын қоқысқа тастағаны түсіп, қоқыстағы картопты алып, қайтадан шатырға келеді. Картопты жеп отырып, Диананың қыздарды мектепке шығарып салғанын көреді. Артынан біреуге хабарласады. Говард өзінің жұмысына хабарласып жатыр деп топшылайды. Көліктің гаражда екеніне көзі жеткен Диана барлық таныс тамырларға хабарласады. Ешқандай хабар ала алмаған соң, күйеуінің жоғалғанын хабарлау үшін полиция қызметкерін шақырады. Оны байқап қойғанын қаламаған Говард кіші дәретке шатырда шығуына тура келеді. Полицейлер Говардтың нашамен айналысқаны, не айналыспағаны жайлы сұрақ қойып жатқанда, Говард көне дүрбіні іздеп табады. Осы жағдайдың барлығы ол үшін қызықты көрінеді. Алайда жалғыз қалып жылап отырған әйелін көргенде ойланып қалады. Осы сәтте есік алдына көлік тоқтап, Диананың құрбысы келеді. Говард оны жақтырмайтын, тіпті оны ойша атып тастауға да бар еді. Говард Диананың жұмысқа шығып кеткенін күтіп, артынан үйге келіп тамақтанып алады. Ол сақалын қырып, тіпті келіншегіне түсіндіріп, хат жазғысы келеді. Бірақ ең соңғы сәтте ойынан айнып қалады. Диананың одан шаршағанын ойлап, артын жақсылап тазалап кетеді. Ол өзіне шатырда өмір сүруі үшін қажетті заттарды жинастырып алады. Говард отбасының сыртынан бақылауын тоқтатпайды. Диананы қолдау үшін жиналған таныстарын да көреді. Сол жерде жас адвокат Бенді байқағанда, жұмыстан маңызды құжаттарды алып кеткені есіне түседі. Ұйықтауға дайындалып жатып, кенеттен теледидардан өзінің жоғалғаны жайлы жаңалықты байқап қалады. Өзінің осы банкетке кіріп барып, барлығын таңқалдырып жатқанын ойлайды. Кіріп барудың орнына шатырда отырып, Диананың балаларды тыныштандырып жатқанын көреді. Кейін Диана аулаға жылауға шығады. Оның артынан Бенде шығады. Диананы жұбату үшін емес, телефонмен сөйлесуге. Қонақтар қайтқаннан кейін Говард қоқыс жәшігінен қонақтан қалған тамақтарды алады. Артынан қайта келіп Диананы бақылайды. Есіне оның жалаңаш тайраңдап жүріп терезені жаппайтыны есіне түсіп кетеді. Кейіннен бақшаға су алуға түсіп, таза ауа жұтуға шыққан келіншегіне ұсталып қала жаздайды. Шөптің ортасында тығылып отырып, егер де шынымен үйден кететін болғанда, қалай кететін едім деп ойланады. Хат жазып қалдырып, қонақ үйге барып тұратын болармын деп топшылайды. Диана үйге кіріп кеткенде Говард өзіне телефон, қырыну, таза киім секілді күнделікті қажет болған заттардың тіпті керек емес екенін түсінеді. Таңертең қыздарын бақылап отырып, осы кезде олар үшін сүйікті әке емес, олар ұялатын адам екенін түсінеді. Ол тығылуын тоқтатпайды. Алба-жұлбасы шығып,
Тіпті тамақ қалдығына таласатын жағдайға дейін жеткен еді. Өзінің шатырдағы бөлмесіне керек заттарды тасып жүрген болатын. Говард көршіні де бақылап отырады. Ол кісі Даун синдромын зерттеуші эксперт еді. Оның үйінде реабилитациялық сабақтары өтетін. Барлық көршілер науқастарды осы көшеде орналастыруға қарсы болғанда, Говард ғана қолдаған болатын. Бір науқас оны байқап қалады, бірақ көңіл аудармайды. Кейін Говард көршінің душын суға түсуге пайдаланады. Таңертең Диананың қоқыс жәшігін шарбақтың сыртына апара жатқанын көреді. Бұрын бұл Говардтың міндеті еді. Артынан үйге адвокатпен келеді. Диана оны асханада қабылдайды. Олар заңды түрде Говардтың жоғалғанын мойындауды қарастырып жатқан болатын. Әңгіме барысында Бен Дианаға қырындайды. Келіншек өзін алшақ ұстайды. Диананың өзіне адал екенін түсінген Говард екеуінің алғашқы кездесуін еске алады. Диана балетпен айналысып жүргенде Дирк деген Говардтың сыныптасымен кездесіп жүрген болатын. Екеуі жиі бәстесетіні себепті Говард Диананы одан тартып алғысы келеді. Жан достар арасындағы ара қатынас нашарлайды. Говард өзінің адвокаттық білімі мен ұтқырлығын, тіпті айласын пайдалана отырып екі жастың арасына жік салады. Ақыр соңы Дирк пен Говард қырылысып, Диана Говардты жұбатуға қалады. Не керек, Говард Диананың жүрегін жаулап алып, үйленгеннен кейін де өзінің Дианаға деген сезімінің шын немесе жай ғана бәсеке болғанын түсіне алмайды. Диана бала көтеріп, егіздерді дүниеге алып келгеннен кейін бұл ойлар оны мазаламайтын еді. Қазір екеуінің заңды ажыраспай, Говардтың жоғалып кеткені себепті моральды тұрғыдан Диананың басқа еркекті табуға құқығы жоқ еді. Говард қоқысты аралап, пайдалы заттар мен тамақ іздеуін тоқтатпайды. Ол үйсіздермен ғана емес, қоқыстан пайдалы заттарды тауып сататын адамдармен де таласуға тура келетін. Таңертең оны қыздарының дауысы оятады. Гараждың шатырына көтеріліп келе жатқан қыздарын өтірік дауыс шығару арқылы қорқытады. Қыздар қорқып қашып кетеді. Кешке Говард келіншегі жыл сайынғы демалысқа қыздармен қалай баратынын ойлайды. Артынан қыздарының соңғы уақыттары өзінен алшақтап өтпелі кезеңде жүргенін есіне алады. Келіншегі демалысқа баруға заттар іздеп шатырға келіп қалар деп, өзінің осында екенін көрсетпейтіндей қылып жинап қояды. Сосын өзен жағалауына барып жуынып, өзіне жаңа орын іздейді. Шатырда ұйықтап үйреніп қалған ол, матақандардың шабуылына тап болады. Әрең дегенде таңды атырып, үйінің жанына келеді. Келіншегі мен қыздарының демалысқа кетіп бара жатқанын көреді. Оларды сыртынан шығарып салып, орталық саябаққа тамақ іздеуге келеді. Ол өзінің түрімен, сасыған иісімен ел жұртты шошытады. Артынан қоқыстан журнал тауып алып, бұрынғы Дирктің сәтті брокер болғанын көреді. Оған кішкентай балақай келіп, анасының нұсқауымен $1 береді. Говард гамбургер алып жейді. Гамбургер жеп отырып, Диана оның тірі және қоқыс аралап жүргенін тауып алғанда не болатынын ойлайды. Кешке қоқыстан өзіне киім іздейді. Оны жергілікті қоқыс мафиясы ұстап алып, оның бар тапқанын сыпырып алады. Ол аяқ киімді ғана алып үлгеріп, қаша жөнеледі. Бірақ мафия ізінен қалмай, болашақта олардың жолын кеспеу керек екенін түсіндіргісі келеді. Солай Говард көршінің сарайына келіп тығылып, оны науқас қыз танып қояды. Ол күлкісін ұстай алмай, оны үйге шақырып, өзінің досымен таныстырады. Говард ыңғайсызданғанымен балаға өзінің атын айтады. Оның қолындағы бәтеңкені көрген бала Говардқа кигізіп көмектеседі. Олардың ешкімге ештеңе айтпауын сұрап кетіп қалады. Шатырда жатып, балалар айтып қоятын болды деп уайымдайды. Бірақ балалар таңертең Говардқа торт әкеліп, оның заттарын ақтаруға кіріседі. Диананың пуантымен қатар айнада шығады. Говард айнаға қарап, өзінің әбіршіп кеткенін түсінеді. Балалар насоспен ойнап, артынан ол балаларға құтқару кеудешесін қалай пайдалану керек екенін көрсетіп, өзі жайлы ешкімге айтпауын тағы да өтінеді. Отбасы демалыстан қайтып келеді. Говард оларды бақылап, өзінің өмірі мен ойларын саралап отырғанда Диананың балетке бара жатқанын көреді. Уақыт зымырап өтіп, Хэллоуин да жетеді. Қыздарына балалардың келгенін көріп, уақыттың қамшының сабындай ғана қысқа екенін, кеше ғана кішкентай қыздарының бой жетіп жігітпен жүретін жасқа жеткеніне сене алмайды. Қоқыстан тамақ іздеген Говард Диананың ақша үнемдеу үшін арзан тағамдарды алатынын байқайды. Артынан келіншегі үй өте қымбат деп үйді сатып, арзан жерге көшсе не болады деп уайымдайды.
Ол сондай-ақ үйге қайтып барғанда әңгімені неден бастаса болатынын ойланады. Отбасы қонаққа батыстардың үйіне кетеді. Говард тамақ болмайды деп уайымдап, артынан осы аймақта байлардың тұратыны есіне түседі. Күз келіп, күннің суытуы қиындық тудырады. Себебі ол үйге қайта барғысы келеді. Не керек, Говардқа салқын тиіп қатты ауырып қалады. Жағдайының нашарлағаны сонша жанына келген Жанатты сезбейді. Артынан галлюцинация басталып, Диана осы шатырда оның жағдайын жасап жатқан секілді көрінеді. Таңертең жанынан көптеген дәрілерді көреді. Көрші Даун синдромы бар балалар еді. Олар Говардқа тамақ пен таза киімдер алып келген болатын. Бір күні мотор дауысын естіген Говард далаға шығады. Пышақ қайрауға келген адам екен. Диана Говардты көріп, далада жүрген үйсіз деп ойлайды. Шатырға қайта келген ол, әйелінің танымауы мүмкін емес. Жай оған менсіз өте жақсы деп уайымға салынады. Себебі отбасы жақында оның заттарын алып, қайырымдылық қорына апарып тастаған болатын. Кешке Рождествоға дайындалып жатқан көшемен жүріп, әрмен қарай не істесем болады деп ойланады. Ол өзінің келіншегін жақсы көретінін түсінеді. Алайда ол үйге қайтқанда келіншегінің сезімі суығаны себепті онымен ажырасып кетеді деп ойлайды. Диананың сыртынан бақылап отырған ол келіншегінің қайтадан жайнап, күліп, телефонмен сөйлесіп жатқанын көріп, біреуді тауып алды деп болжайды. Бір күні кеште Диана үлкен бір бума роза гүлімен үйге оралады. Говард отбасының қонақ күтіп отқанын түсінеді. Қонаққа бұрынғы сыныптасы, әрі досы Дирк келеді. Қызғанған Говард үйдің жанына келіп, қонақ кетіп қалғанша бақылап тұрады. Диана одан келген сыйлықты ашып жатқанын байқайды. Өзінің жеңілгенін мойындағысы келмеген Говард таңертең тұрып алып, өзінің сөмкесінен ақшасын алып, дүкенге барады. Шашын қиғызып, адам қалпына келіп, үйге келіп, көлігіне отырып, Нью-Йоркке келеді. Ол осынан қымбат костюм алуға келген болатын. Кешке шатырда әдемі киімдерін киіп, сағатын тағып төменге түседі. Ол өзінің отбасының оны көргеніне қалай қуанатынын, немесе керісінше қорқып қалатынын ойлап есікке жақындайды. Ештеңе болмағанда есіктен кіреді. Диана мен қыздар бір жерде қатып қалады. Егер сіз Диананың орнында болсаңыз, күйеуіңізді қабылдай алар ма едіңіз? Өзіңіздің ой-пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Бұл біз үшін өте маңызды.